екі жас жұбай той жасағанның ойы екі жақтың тойдан түскен пулды жастарға беру керек па жоқ әлде бұл үлкен кісілер өздерінікін өздері алу керек па деген осындай бір ой келіп қалды. Өйткені жекелімде бір осындай бір сөз қозғады бір қыз. Яғни той жасап алдық, сол кезде тойдан түскен пулды ата-анасы мен апасы алып алады екен, сонымен ол пулды қайтармайды екен, сол тойдың пулында аузын ашып айтпайды екен, тойдан түскен тойлық қой. 10 жыл отасып отырады екен, әйтеуір шығыс алмадым алай-балай, ол маңызсыз. Маңыздысы бұл той екі жақтың тойы. Бұл жердегі адам түсінбейтін жері, енді әр жердің немесі салт санасы ұқсамайды. Енді біздің жақта мен той жасаған кезде ол әке-шешем өздерінің тойлығын өздері бір жақты еткен. Ата-енем өз жақтарының тойдан түскен нәрсені өздері бір жақты еткен. Біз қызмет істейміз, ол қызметтестерімізден түскен пулды біз өзіміз бір жақты еттік дейміз. Сондай болған шығар деп ойлап тұрмын. Біраз менде ондай бір нәрсе, ондай кірісіп көргем жоқ та, өйткені көзді жұмып тұрып адасылған деп жігітім айтқандай, менде көзімді жұмып тұрып тие салған ғой ол кезде. Үй мәшіне деген нәрсе жоқ ол кезде. Бірақ та ол кезде жігітіміз екеуміз істеген кезде, қызметтестеріміз шақырған кезде, ол кезде қансыз жолдастар көп береді. Сол пулмен жігітімнің бір көңіліме келетін жері, сол пулмен ертең ұлдар жақтағы той болып жатады, сол кезде барып мына арақ шарап жейтін нәрсені бірақ жігітім көтерген. Сонда яғни біз жігітіміз екеуміз сол өзіміздің мына той пулмен өзіміздің тойымызды жасағанмен тең, былай айтқанда. Ол кездегі жігітім ойбай менің әкем, ойбай менің шешем бүйтіп қалады, әкем бүйтіп қалады деген кез ғой. Енді осы кезде біраз басылып қалды енді. Бірақ та сондай нәрсе болған. Менше бұл ғой ең жақсы той жасамай тұрып адам бір жақты ету керек, мысалы тойдың пул қайтуымыз керек деген сияқты. Менше ол қызметтестердің жастар тойында түскен нәрсе болса, екі жас алса болады. Ал енді екі жақтың тойлығын қайтып аласың. Жоқ, осы замандағы сондай дамып кетті ма, сондай саясат шығып жатыр ма? Менше төркін жақтағы пулды алса, жігіт жақтағылар тойдан түскен пулды өздері бір жақты есе, сол ыңда жоқ па деп ойлаймын. Сондай ма екен деп мен де ұқпаймын енді осы кезде қайтып той жасап жатқан. Сонымен сіздер де ой пікірлеріңізді жаза кетіңіздер астына. Менің айтқаным дұрыс та болуы мүмкін, қате де болуы мүмкін, бірақ та бұл той жасамай тұрып бұндай нәрсені алдымен ақылдасып болу керек. Әбден той жасап алғанның ойын ой жөді меу био қойшы чарчап картекке дейсің. Қанша клеткаң өледі бір өмір